Ибрахим Адхамды білесіздер, жүрек емшілерінен болған. Бір кісі оған келіп, Ибрахим дейді, мен сол нәпсіме ерік беріп қоя берем, осыны қалай ретке келтірсем болады, қалай осы нәпсімді тыйсам болады дегенде, Ибрахим не деді? Сен мұна 5 нәрсені істесең, күнәсіз істемейсің дейді. Ол енді оны естіген адам не істеді бірден? Айтшы дейді ғой. Біріншісі, егер сен күнә іс істегің келсе, онда сен еш нәрсе жеме дейді. Тағамды да жеме, сусынды да ішпе дейді. Сонда ол таңғалып, Ибрахим, Алла субхану ва тағала мұсылманға да кәпірге де рызықты беріп қойған ғой. Сен қалай оған тыйым саласың дегенде, егер сен оны білсең, неге онда Алла субхану ва тағала берген рызықын жеп тұрып, оған қарсы күнә істейсің дейді. Бұл қиын екен дейді, екіншісін айт дейді. Екіншісі, егер сен күнә іс істегің келсе, жер бетінде жүрме дейді. Мүлдем жүрме дейді. Қалай Алла Тағала жер бетін адамға не істеді? Орнығатын орын етіп қойған. Сен қалайша оны айтасың дегенде, онда соны білсең, оған Алла Тағалаға қарсы күнә істеме дейді. Жарайды, үшіншісін айт дейді. Үшіншісін айтқанда, егер күнә іс істегің келсе дейді, ешкім көрмейтін жерге, подвалға барып, қап-қараңғы жерге барып істе дейді. Сонда ол Ибрахим, Алла субхану ва тағала естуші, көруші, сен қай жерге барсаң да, қай жерде болсаң да естеді, көреді ғой, оны білмейсің бе дегенде, білсең неге істейсің дейді күнә. Төртінші, онда төртіншісін айт дегенде, төртіншісі, өлім төсегінде жатқанда, сенің жаныңды алайын деп жатқан періштеге былай деп айт. Менің қазір жанымды алмай тұр, кішкентай уақыт бер деп айт дейді. Сонда ол Ибрахим, Алла Тағала аятта айтқан ғой, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Егер де оларға ажалы келетін болса, оны бір сәтке де кешіктірмейді, ілгеріте де алмайды деген. Бұл аятты білмейсің бе дегенде, білсең, онда неге күнә істейсің? Сен күнә істеп жатқан кезде аяқ астынан өлім келіп қалатын білмейсің ба? Бесіншісін айт дейді. Бесіншісі, қиямет қайым болып, Алла Тағала әмірімен екі періште келіп, сені тозаққа алып кетіп атқанда, мені ол жаққа алып барма деп айт деп, осының сөзін тәмамдап болғанша аны тоқта деді. Жылап жіберіп, болды, түсіндім, тәубе еттім, болды, күнә істемеймін деген екен.